Gel balam, sen at abzелдеріңді жөндеп отырмын. Сенің үйренгің келе ма? Ең алдымен біз at abzелдерден тоқымды бастаймыз. Бұл тоқым ердің астына төселеді. Келесі құралымыз бізде қаптал деп айтылады. Бұл қаптал ердің астына, яғни мына аттың арқасына ер батпас үшін осы қапталды төсейміз. Содан кейін біз мынаны үзеңгі деп айтылады. Бұл үзеңгі үстіндегі отырған адамның аяқ қоятын құралы. Ал келесіміз мынау ерге бұл адам отырып тепе-теңдікті сақтайды. Яғни адамның отыратын орнын ер деп айтылады. Келесі бізде өмілдірік деп айтылады. Бұл өмілдірік аттың кеудесіне тағылады. Бұл ердің алдыға артқа жылжып кетпес үшін осы өмілдірікті тағамыз. Келесіде біз мына тартпа деп айтылады. Бұл тартпа ердің екі шетіне ауып кетпес үшін осы тартпаны тартамыз. Келесіде біз мынаны қамшы деп айтылады. Бұл қамшыны үстіде отырған адамның атты бағыттау үшін пайдаланған құрал қамшы деп айтылады. Келесі біз жүген деп айтылады. Бұл жүгенді аттың басын бұру, яғни аттың басын бағыттау үшін осы жүгенді пайдаланамыз. Түсіндің бе балам? Иә, түсіндім.